Кешірші мені. Жанна бүгінде үйіне барғысы келмеді. Жұмыстан шығады. Кешірші мені. Жанна бүгінде үйіне барғысы келмеді. Жұмыстан шыға сала анасының үйіне қарай жол тартты. Жұмысқа жақын болғаны қандай жақсы. Кейде түскі асын ішіп кетеді. Соңғы кезде құбылып өз үйіне барудан жерініп қашатынды шығарды. Есікті ашқан анасы: «Сені үй ішің іздемей ме, осы үйден шықпай кеттің ғой», деді Жаннаға зілді дауыспен. «Ту, мам, сенде бір, өз үйіме де келуге болмай ма?» деген Жанна ас үйдегі орындыққа жайғасты. «Бұл сенің үйің деп кім айтты? Өз үйің бар емес пе? Балаң бар, күйеуің бар. Асқарға хабарлас, келіп алып кетсін». «Ой, сол Асқарды қойшы, қолынан түк келмейтін, ынжық неме», деген Жаннаға шешесі зілді көзбен қарады. Басын шайқап: «Сен қыз, бұзылайын дедің бе? Не айтып отырсың? Осы жұмысыңды ауыстырғалы, ел жұрттың бәрі жаман, өзің жақсы болып кетіпсің ғой», деді анасы қолына телефонын алып жатып. «Алло, Асқаржан, амансың ба? Қалдерің жақсы ма? Дәулетжан қалай? Жаннаның басы ауырып осында келген екен, келіп алып кете аласың ба? Әрі кешкі астарыңды іше кетерсіңдер», деп телефонын үстел үстіне қойып, қызына жақтырмай қарады. «Жақсы адамның қадірін білмей адасып жүрме, қызым. Асқардың не жазығы бар? Мен байқасам осы соңғы кездері қабағың ашылмайтын болған ба?» «Уф, мама, сен де шаршаттың, айттым ғой, бәріне шаршадым», деп сол ынжық немені неге жақтай бересің? Қолынан түк келмейді. Ақшаны да жөнді таппайды. Жүрген бір сорлы. Қой, қайдағыны айтпа, Асқаржаннан артық адам таппассың. Басыңда баспанаң, ішер асың, киер киімің бар. Саған не жетпейді? Осы бір Айнұр деген келіншекпен дос болғалы айтар әңгімең өзгеріпті. Сені Асқарға қосқан мен бе едім? Кезінде сүйдім деп тидің ғой. Бағыңа орай жақсы адам жолықты, қолдары қандай алтын. Қарағым, қағым ба. Бағыңды басыңнан теппе, деп анасы орнынан көтерілді. «Үйге барғым келмейді, осында келсем лекция оқисың. Мана Айнұр шақырғанда кете беруім керек екен. Сенің мына нотацияңды тыңдағанша», деп долданған Жанна залға қарай бет алды. «Қайда барасың? Ең болмаса асыңды ішсеңші. Менің ақылымды тыңдамасаң тыңдама, бірақ өз отбасыңның ойранын шығарма. Сол Айнұрыңның түрі маған ұнамады. Үйіңнің шаруасымен, балаңның тәрбиесімен айналыспайсың, күйеуіңді жерден алып жерге саласың. Қашанғы саған шыдау керек? Көрінгеннің алдында ынжық, сүмелек деп қылғынып жатқаның», деді анасы ас құйылған ыдысты үстел үстіне қойып жатып. «Оны неге жақтай бересің? Сүмелек екені рас қой, ылғи былжырап жүргені. Тауып жатқан табысының түрі анау. Маған алтын алып беруге де жетпейді. Қойшы соны, басым ауырып тұр. Кішкене жата тұрамын», деген Жаннаның сөзін есіктің қоңырауы бөліп жіберді. «Тұр, есікті аш, асыңды іште, үйіңе бар. Балаң мен күйеуіңнің жағдайын жаса», деген анасы үстелге артық ыдыстарды қоя бастады. Үйіне келген соң Жанна төсегіне жата кетті. Арғы бөлмеден күйеуі мен баласының сөйлескен дауыстары естіліп жатты. «Пап, мамаға не болған? Сіздің сұрақтарыңызға жауап бермеді ғой. Ұрсысып қалдыңыздар ма?» «Жоға, балам, мамаңның басы ауырып тұр екен. Мазасын алмайық. Жүр, ертеңгі сабақтарыңды қарап тастайық. Әлі жуынуымыз керек. Келе ғой, құшақтайыншы», деп баласын құшағына қысты. Таңертең Жанна кеш оянды. Жуынып шайынып ас үйге келді де таңғы асқа отырды. Асқар мен баласы бір жерге шығып кеткен секілді. Себебі күн сенбі болатын. Асын ішіп бола бергенде телефоны шырылдады. «Ой, құрбым, сәлем. Ертелеттің ғой, бірдеңе болды ма?» деп сықылықтады Жанна. «Ой, Жанночка, кешке қыдырыс шығып тұр, менімен бірге барасың ба? Папачкам вечеринка жасамақ. Ылғи дөкейлер болады екен. Сұлу құрбыңды ерте кел», деді, деген Айнұрдың даусын естіп жадырап сала берді. «Айнурочка, конечно, барамын ғой. Сен шақырғанда қаламын ба? Күйеуіңше қарсы болмай ма? Ол жағына алаңдама. Менің қайда барып, қайдан келіп жатқанымда шаруасы жоқ. Менің арқамда адам болып жүрген ақымақ қой. Сонымен қай жерде болмақ? Мен танитындар бар ма?» деп әңгіменің төркінін аударып ала жөнелді. «Мен жазған жаңа туынды». Жанна жалғыз қыз болған соң ерке өсті.
Әсіресе әкесі тым қатты еркелететін дегенін жасап, бетіне жел тигізбейтін. Өз дегені болмаса тынбайтын Жанна университеттің бірінші курсында тұрмысқа шықты. Әкесінің көмегімен оқуын сырттай аяқтап алып, жақсы жерге жұмысқа орналасты. Мансабы көтерілген сайын тәкаппарлықпен достасты. Әкесі дүниеден өткен соң анасының ақыл айтуы көбейді. Оны тыңдар құлақ болса. Аяғы ауыр екенін айтқанда жігітім деп жүрген бір дөкейдің баласы үйленуден бас тартты. Тым көп ойланбады. Мектепте бірге оқыған, үнемі өзіне телміріп қарап отыратын, ең тыныш жігіт Асқарға барып үйленейік деп ұсыныс жасады. Мұның құпиясын анасы да білмейді. Асқар тамаша жан 9-шы сынып оқып жүрген кезінде ата-анасы жол апатынан қаза тапқан. Ағасының қолында тәрбиеленіп, өз күшімен жоғарғы оқу орнына түседі. Қызының тұрмысқа шығамын дегенін естіген әкесі еш қарсылық білдірмеді. Асқарды көріп, бірден қабылдады. Оның да оқу бітіруіне көмектесіп, жас жұбайларға үй әперді. Екеуін де жұмысқа орналастырды. Асқар өз орнында тұрақтап қалды да, Жаннаның қызметі жоғарылай берді. Күйеуінің жақсы адам екенін біле тұра, ебі келгенде тұқыртып қалуға дайын тұрады. Ол да мұның мінезіне үйренді ме, ләм-мим деп тіл қатпай, баласымен әуреленіп жүргені. Әкесінің көмегімен білдей мекемеге бөлім басшысы болып ауысқанына 6 айдың жүзі болыпты. Бұл жұмысын ауыстырған соң, көп ұзамай әкесі дүниеден озды. Жанын түсінетін Жаннан айырылып қалғанына сенбей көп жүрді. Көңілі құлазып жүрген күндердің бірінде Сылқым Айнұрмен танысты. Ол да келесі бөлімнің басшылығына келген еді. Жұмысқа таныспен орналасқаны айтпай-ақ білініп тұрады. Соған қарағанда тіреуші дөкей біреу-ау деп топшылып қойған. Екеуінің әңгімесі жарасып, достықтары өрби берді. Айнұрдың киген киімі мен үсті басының алтынға малынып жүруіне Жанна қызыға бастады. Қолдар әкесі жоқ, анасы үнемі Асқар деп күйеуін жақтайды да отырады. Бір мекемеде іс жүргізу қызметін жасайтын Асқардың айлығында өзінде місе тұтпауға айналды. Мен жазған кешкісін Айнұрмен бірге отырысқа барғанына Жанна еш өкінбеді. Қаланың бетке ұстар байлары жиналған кеш екен. Айнұрдың папачкам деп жүргені әкесімен жасты атақты бизнесмен екен. Әуел басында шынымен әкесі деп ойлап қалған болатын. Папаңа ұқсамайды екенсің деп сыбырлады Жанна Айнұрға. Қайдағы ұқсаған? Слушай, сен менің әкем деп отырсың ба, шатаспа құрбым, ол менің любимый адамым деп күлді. Жанна абдырап қалды. Әкесімен жасты адам екен. Менің шаруам қанша, біреудің өміріне араласып қайтемін. Айнұрдың аузының салымы мықты екен деп ойланып отырғанда, жанына келіп отырған адамды байқамай қалды. Тым қатты ойланып кетіпсіз дегенде селк ете қалды. Қорықпаңыз, соншама шошығаныңыз не, атым Айболат, сіздің ше деді жандағы адам. Жанна танысқаныма қуаныштымын, ойланып отырып, сіздің келгеніңізді байқамай қалыппын, кешірерсіз деп сызылды. Атыңыз өзіңізге сай екен, сондай әдемісіз, жалғыз отырғаныңыз қалай? Жоқ, жалғыз емеспін, құрбыммен келіп едім. Әне, анау деп Айнұрды көрсетті. Айнұрочка ма, онда мағанда құрбы болдыңыз. Айнұр екеуміз жақсы таныспыз. Келіңіз, сусыннан алып қоялық деп қолына бокал ұсынды. Таңертеңгісін ұйқыдан оянған Жанна үйінде жатқанын көрді. Бірақ үйіне қалай жетті, есіне ештеңе түсер емес. Жуынып шайынып ас үйге келсе, күйеуі мен баласы түскі астарын ішіп отыр екен. Мам, қалайсыз, сізді кеше көрмедім ғой, мен ұйықтағанша келмедіңіз. Түріңізге не болған, бір жеріңіз ауырып отыр ма деді баласы. Балам, мазамды алмашы, басымның ауырып отырғаны. Тамағыңды ішіп болдың ба, бара тұршы, әкеңмен сөйлесем деп едім. Мен түнде қалай келдім, есімде ештеңе жоқ. Біреу әкеліп тастады ма деп күйеуіне қарады. Кім әкелгенін білмедім. Есікті ашқанымда өзің тұрсың. Удай мас болмасаң да біраз ұрттағансың. Бұрын мұндай қылығың жоқ еді. Маған айтпай қайда кеттің, мені жек көретінің соншалық, телефон соғуға мүмкіншілігің болмады ма деп Асқар сұраулы жүзбен қарады. Жаннада үн жоқ. Дыбыссыз отыра берді.